Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? 9 сынып қазақ әдебиеті, ислам дәуірі әдебиеті. Алдымен ислам дәуіріндегі әдебиетті оқушыларға түсіндірмес бұрын, біз бұрынғы сыныптарда өткен түркі әдебиетінің дәуірлерін бір-бір шолып мағлұмат алатын боламыз. Түркі әдебиетінің дәуірлері 5 кезеңге бөлінетінін оқушылар біледі. Сондықтан бірінші дәуір біздің заманымызға дейін 7-4 ғасырлар аралығын қамтитынын айтып, ол кездің дәуірдің атауы сақ, құн, үйсін дәуірі, яғни ежелгі жазу сызу, аңыз әңгімелер дәуірі екендігін ескертіп, ол кездегі шығармалардың ерекшелігі, яғни мазмұны батырлық жырлар, аңыздар, алып ер-тоңға, шу батыр жырлары және табиғат, елдік, ерлік тақырыбы болғандығын естеріне салып өтеміз. Екінші дәуір түрік қағанаты дәуіріндегі әдебиет. Ол әдебиеттің уақыты 5-8 ғасырлар аралығы екендігін түсіндіріп, ол кездегі шығармалардың мазмұны, яғни ерекшелігі орхон-енесей жазба ескерткіштер екендігін, оның ішінде Күлтегін, Төнікөк, Білге Қаған жазбаларын, ол жердегі мазмұны мемлекет, елдік идея басты тақырып болғандығын естеріне түсіреміз. Үшінші дәуір оғыз дәуір әдебиеті 9 және 10 ғасырлар аралығындағы уақытты қамтитынын ескере отырып, оғызнама эпосы, яғни түркі тайпаларының бірлігі мен батырлығы жөнінде мифологиялық сарындағы шығармалар болғандығын айтамыз. Төртінші ислам дәуіріндегі әдебиет, ол 9-12 ғасырдың аралығын қамтитын шығармалар. Ол кездегі шығармалардың ерекшелігі және мазмұны ислам діні тараған кездегі әдебиет екендігін айта отырып, дидактикалық, ғибраттық шығармалар, сыр оның өзі екіге бөлінетіндігін айтамыз. Сыр бойы әдебиеті, діни дидактикалық жырлар және Қарахан әдебиеті. Ол кездегі ғалымдар Жүсіп Баласағұн, Махмұд Қашқари, Егенеки және Яссауи екендігін еске түсіреміз. Бесінші дәуір Алтын Орда дәуірі, яғни 8-14 ғасырлар. Ол кезде діни философиялық дастандар болғандығын айтамыз. Әлишер Науаи, Хорезми Сайф-Сараи еңбектерінің және исламдық және дүнияуи сарындағы шығармалар болғандығын еске түсіреміз. Ежелгі дәуір әдебиеті сақ, құн, үйсін әдебиетінде алып ер-тоңға жырымен таныс болғандығымызды еске алып, ер-тоңға жырынан үзінді аламыз. Алып ер-тоңға өлді ме, жаман дүние қалды ма деген үзінді ала отырып, ер-тоңға кім болған? Яғни ежелгі түркілердің батыры әрі қолбасшысы болған. Кейбір деректерде парсылардағы Афрасиябпен байланыстырып айтылатынын айтамыз, және оның қазасына байланысты туған жоқтау жырлары түркі поэзиясының ең көне үлгісі екендігін айтып өтеміз. Бұл ғұндар дәуіріндегі туған жоқтау, батырдың өлімі халық үшін үлкен қайғы болғандығын көрсете отырып, осы алып ер-тоңға жыры ежелгі дәуір әдебиетіндегі сақ, құн, үйсін әдебиетіндегі ең құнды шығарма екендігін естеріне саламыз. Екінші түрік қағанаты дәуіріндегі әдебиетте Күлтегін жазуы болғанын айтамыз. Түркі халық үшін түн ұйықтамадым, күндіз отырмадым деген үзіндіні ала отырып, бұл жолдар ел басқарған адамның халыққа жан аямай қызмет еткендігін көрсетеді деп еске сала отырып, түркілер елдікті бәрінен биік қойғандығын айтып өтеміз. Күлтегін жазуы 8 ғасырда Орхон өзені бойында қойылған тас жазулар екенін білеміз. Түрк қағанатының қағаны Білге Қаған мен батыр інісі Күлтегіннің ерліктері баяндалғандығын айтып өтеміз. Ел бірлігі мен тәуелсіздігін дәріптейтін алғашқы түркі жазба ескерткіші осы түрк қағанаты дәуірінде естелік болып қалғандығын еске аламыз.
оғыз дәуірі, яғни 9-10 ғасырдағы дәуірдің үздік шығармасы Оғызнаме, яғни Оғыз Қаған батыр еді, көкжал қасқыр жол көрсетті деген үзіндіні ала отырып, бұл жырда батырлық, аңшылық, ер қорғау бейнелерді ала отырып, көкжал қасқыр оғыздардың киелі белгісі екендігін айтып өтеміз. Оғызнама 9-10 ғасырда шыққан оғыз түріктерінің эпикалық жыры, Оғыз Қағанның ерлігі, ел құруы, ұрпақ тәрбиесі суреттелетінін айта отырып, түркі халықтарының батырлық дәстүрі мен мифтік түсінігін сақтаған керемет шығарма екендігін айтып өтеміз. Ислам дәуірі 10-12 ғасырларды қамтитын шығарма. Жүсіп Баласағұнның Құтты білік шығармасынан үзінді келтіреміз. Әділет болса елде, ел гүл етеді, зұлымдық болса елді құл етеді деген үзіндіні ала отырып, бұл ислам дәуірінің басты ерекшелігі, яғни адамды әділдікке, парасатқа, имандылыққа шақыру мақсатында жазылған шығарма екендігін ескере отырып, Құтты білік Жүсіп Баласағұнның саяси этикалық дастаны, ел билеуші халықты қалай басқару керектігін үйрететін туралы шығарма екендігін, шығарма 4 ұғымға негізделген, яғни әділет, күнтуды, дәулет, айтолды, ақыл, өгілдірміш, қанағат, ұғдырмыш бейнелері арқылы берілгендігін түсіндіретін боламыз. Біздің сабағымыз ислам дәуіріндегі әдебиет болғандықтан, осы 4-ші кезеңді түсіндіріп болғаннан кейін, неліктен ислам дәуірі әдебиеті деп аталды деген сұрақты қоя отырып, оқушылардың назарын ислам діні ене бастады. Яғни ол қай кез 8-ші ғасырдан бастап түркі халықтарының өміріне ислам діні ене бастағандығын атап өтеміз. Бұрынғы шамандық тәңірлік сенімдердің орнына енді елге ислам ілімі, оның құндылықтары тарай бастады. Әдебиетте ислам дінінің негізгі қағидалары, діни ахлақтық, моральдық насихаттар басты орын алғандығын атап өтеміз. Сол кезеңдегі ақын жазушылар ислам ілімін халыққа түсіндіруді, адамгершілік пен имандылықты тәрбиелеуді мақсат етті. Сондықтан бұл кезеңнің әдебиеті ислам әдебиеті деп аталды деп түсіндіретін. Ислам әдебиетінің мақсаты ислам дінін дәріптеу, насихаттау, адамгершілікке, имандылыққа, ізгілікке шақыру, білім мен ғылымды бағалау, ғылым арқылы Алланы тануға үйрету, қоғамдағы әділеттілік, парасаттылық, қанағатшылдық идеяларын тарату, бірлік пен ынтымақты сақтау. Ал оның ерекшеліктері діни дидактикалық сипатта болды, яғни ол өсиет, ғибрат, тәлім сөздер болды. Шығармалар түркі тілінде жазылды, мысалы олар араб, парсы сөздері ол жерде аралас болды, және көбіне өлең түрінде жазылды. Бірақ ғылыми трактаттар да арасында болғанын айтып өтеміз. 4 басты тақырып жиі көрінді, әсіресе әділет, дәулет, ақыл, қанағат. Көркемдікпен қатар тәрбиелік және ғибраттық мән зор болғанын ескерсеңіз. Бұл әдебиет тек қана діни емес, ғылым, тіл, философия салаларында да үлкен үлес қосқанын айтамыз. Олардың өкілі Әл-Фараби және Махмуд Қашқари еңбектері бар екенін атап өтетін боламыз. Ислам дәуіріндегі әдебиеттің мақсаты, ерекшелігі, оның әдеби өкілдерін атап түсіндіріп болғаннан кейін, оқушыларға тапсырма беретін боламыз. Бірінші тапсырма — рухани қазына ислам дәуірінің әдебиеті. Бұл жерде сыныпты 3 топқа бөліп, әр топқа сұрақ қоямыз. Бұл бірінші топтың сұрағы: бұл дәуір әдебиетінің мақсаты қандай болды? Екінші топқа: бұл мақсат бүгінгі күнде қаншалықты маңызды? Үшінші топқа: егер сен сол дәуірдің ақыны болсаң, қандай өсиет айтар едің деген сұрақтарды қоя отырып, оқушыларға жұмыс жасауға бағыт береміз.
жұмыс жасау олардың өзінің қалауы бойынша немесе постер қорғайды, немесе коллаж жасайды, немесе кесте жасайды. Бағалау критерийлері мен дескрипторлары. Ислам дәуір әдебиетінің мақсатын түсіндіреді. Оқушы ислам дәуір әдебиетінің басты мақсатын дұрыс анықтайды. Жауапты негізгі идеяны мысалдармен ашады. Екінші критерий мақсаттың бүгінгі күнмен байланысын көрсетеді. Оқушы сол дәуір әдебиетінің мақсатының бүгінгі күндегі маңызын дәлелдейді. Және қоғамдағы рухани құндылықтармен байланыстырады. Үшінші критерий ақын бейнесінде ой қорытады. Оқушы өзін ақын орнына қойып өсиет сөз айтады. Өсиет ойы қысқа, мәнді, тәрбиелік мәнге ие болады. Яғни оқушылар шығармашылық жұмыс жасай отырып, осы постер, кесте немесе коллаждарды жасап, талапқа сай жасап жауаптарын беретін болады. Ары қарай оқушыларға берілетін екінші тапсырма менің цифрлық кеңесшім ойын арқылы жүргізіледі. Бұл тапсырмада Жүсіп Баласағұнның Құтты білік дастанынан үзінді аламыз. 3 топқа үзінді береміз. Бірінші топқа әділдік пен елді басқарған елін гүлдендіреді. Екінші топқа ақыл тозбас киім, білім таусылмас қазына. Үшінші топқа тіл қылыштан өткір, жүректі жаралар деген үзінділерін бере отырып, оқушыларға осы берілген үзіндіге байланысты цифрлық кеңесшіге, яғни G-ге мынадай сұрақ қой дейміз. Бұл ойды қазіргі қоғамға қалай қолдануға болады? Мұндағы ақыл мен өсиет бүгінгі жасқа қандай бағыт береді? Осы жасанды интеллектіден алынған жауапты топ мүшелері талқылап, өз түсінігімен толықтырып, сынып алдында қорғайтын болады. Бұл тапсырмаға берілетін дескриптор үзіндіні дұрыс түсінеді, жи жауабын талдап, қазіргі өмірмен байланыстырады, өз пікірін дәлелдеп айтады, топтық жұмыста белсенділік танытады. Оқушылармен сыныпта тапсырмалар орындап болғаннан кейін оқушылардың жұмысына мұғалім кері байланыс жасап, ары қарай үй тапсырмасын береді. Біздің сабағымыз Жүсіп Баласағұнның Құтты білік дастаны болғандықтан, Құтты білік дастанына оқу мақсатында берілген мақсаттарды орындау үшін үйге тапсырма Құтты білік дастанынан оқып, өздері таңдаған бір шумақтарды оқып келіп, сол шумақты қазіргі заманмен байланыстырып, қысқаша ауызша түсінікке дайындалып келу тапсырмасы беріледі.